оқушылар күні бойы партада отырып, сөмке асынып жүріп, мойын арқасына көп күш түсіреді. Үйге келген соң оларды тез шаршаудан, бүкіреуден, бас ауруынан қорғау үшін мына жеңіл жаттығуларды үйде орындатқаныңыз жөн. Бірінші, мойынды босату. Басты алға еңкейтеміз. Иек кеудеге тиеді. Алға еңкейтеміз, Амира. 1. Енді шалқайтамыз. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Осылай 5-6 рет мойынды босатамыз. Жаттығу, құлақты иыққа жақындатып созамыз. Құлақты жай біртіндеп иыққа жақындатамыз. 1. Созылды ма? Арқаң қай бұлшық етін созылды? Ауырып жатыр, иә? Қатты ауырмау керек. Жай құлақты мойынға жақындатамыз. Тартылып жатыр. Сол созылу, мойынды созамыз. 3. Балаңыз тынысы қалыпты, еркін деңгейде жеңіл тыныс алып отыру керек. Келесі жаттығу, басты оңға және солға қаратамыз. 2. 3. 4. Олай емес, денең тік ұста, бос тұр. Тек басты қимылдатамыз. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Өте дұрыс. Келесі иық жаттығулары. Иықты жоғары көтереміз және түсіреміз. Бала еркін тұрған қалыпта жасайды. Иықты көтереміз. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Иықты алға қарай. 1. 2. 3. 4. Алға қарай. 5. 6. 7. 8. Енді артқа қарай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Молодец, Амира. Ауырды ма? Иықты созғанымыз, осылай созамыз. 8 рет. Жақсы, өте жақсы. Келесі қолды созу жаттығулары. Қолды жоғарыға созып, бір нәрсе алайын деп жатқан сияқты жоғары қарай созамыз. Созамыз, Амира. 1. Түсіреміз. 2. Созамыз. 3. 4. Немесе допты, анасы допты көрсетіп, сол допты ұстайын деп жатқан сияқты солай созамыз. 4. 5. Бізбен бірге қайталаңыздар. 6. Өте жақсы. 7. 8. 9. Өте жақсы. Аяғыңызды. Екі қолды жоғарыға қиғаш созамыз да, жауырын екі бір-біріне жақындау керек. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Молодец, өте жақсы. Келесі жаттығу, осы қолды созу бойынша қолды кеудеге қоямыз. Және осы кеудемен мына екінші иықты артқа қарай созамыз. Итереміз. Бірақ бірінші иық тік тұрады, екінші иықты созамыз. Артқа қара. Артқа қарап жаса осыны. 1. 2. 3. 4. Мынауың бос тұрсын, мына итеріп атқан қолың бос тұрсын. 5. 6. Келесі қолға ауыстыр. 1. 2. 3. 4. Қолың бос тұрсын. 5. Істе, итер енді. 6. 7. 8. Жақсы, өте жақсы. 4 тағандап тұрып, бірінші мысық кейпінде осылай боламыз. Терең тыныс ал, ішке қарай арқаны босату жаттығулар бұлар. Шығарамыз. Өте дұрыс. Тағы да 1. 2. Терең тыныс аламыз, шығарамыз. Арқаны босату жаттығулар. Тағы да терең тыныс аламыз, шығарамыз.
Шығарамыз. Өте жақсы. Олай алмаймыз. Еркін түрде тыныс аламыз және шығарамыз. Шығарамыз. Өте жақсы. Бұл арқаны босату жаттығулары. Келесі тігінен тұрамыз. Жаттығу осылай еркін түрде тұрған қалыпта екі қолды еденге тигіземіз. Бір, екі, бос түрде жай созыламыз, арқан созамыз, жай созамыз, еденге тигіземіз. Жақсы. Келесі жаттығу терең тыныс алып, дененің барлығын босатамыз. Бір, босатамыз, шығарамыз. Өте жақсы. Босатамыз. Денені бос жасаймыз. Терең тыныс аламыз. Өте жақсы. Тағы да 2, 3 шығарамыз. Шығарған кезде қол түсіреміз. Дененің бәрін босатамыз. Терең тыныс аламыз. Шығарамыз. Өте жақсы. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Күнде жаттығу жасап жүріңіздер. Сау болыңдар достар.